Өткен жолы ежелгі адам үшін мифтің шынайы болмыс болғанын көрдік. Бірақ неге ол ақиқат деп қабылданды? Мирча Илиаданың пікірінше, миф қасиетті шындық туралы баяндайды. Ол Құдайдың әлемді қалай басқаратынын және дүниедегі тәртіптің қалай сақталатынын түсіндіреді. Сондықтан ежелгі адам ғұрыптар арқылы Құдайдың билігіне қайтадан ортақтасатын болды. Мысалы, сенбі күнін сақтау ғұрпы Құдайдың әлемнің жаратушысы екенін жария етеді. Ал ғибадатханадағы күн сайынғы құрбандық шалу ғұрпы адамның арамдықтан тазаруын және Құдайдың батасын алуын білдірді. Сонымен қатар, құрбан ету Құдаймен бір дастарханда отырып, оның патшалығын орнатуға қатысудың белгісі болды. Сондықтан миф аңыз емес, ақиқат ретінде қабылданды. Келесі бейнероликте мифологиялық парадигмадағы Құдайдың қандай болғанын қарастырамыз.